Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Қоғамда өте дертке айналған, психологиялық дертке айналған мәселелердің проблемаларының бірі лудомания. Лудомания дегеніміз не? Және ол неге қауіпті? Лудомания бұл адамның құмар ойындарға деген психологиялық тәуелділігі, яғни адам бәс тігу, онлайн казино, букмекерлік кеңселері секілді ойындарға тоқтаусыз ақша құйып, уақытын жұмсай бастайды. Бүгінгі проблема лудомания деген өздеріңіз білесіздер, өте сондай маңызды. Біздің Қазақстан экологиялық қоры енді осы проектті ұтып алғаннан кейін, осы жобаны ұтып алғаннан кейін, біз Жетісу университетімен бірге жүзеге асыруды жөн көрдік. Неге десеңіздер, сіздердің университеттеріңізде зерттеу проект жүріп жатыр лудоманиядан. Сондықтан зерттеусіз ешқандай нәтиже шықпайды деп ойлаймын. Бұл бастама қазіргі таңда өте өзекті. Себебі құмар ойындарға қызығушылық әсіресе жасөспірімдер мен жастар арасында күннен күнге артып келеді. Қандай мүмкіндіктер бар, барлығы пайдалану керек. Енді әлбетте дін ол адам баласын рухани кемелдікке шақыратын құрал ғой. Лудоманияны дінмен де көруіміз керек. Өздеріңіз білесіздер, лудомания тек бір адамның емес, бүкіл қоғамның мәселесі. Егер біз бүгін алдын алмасақ, ертеңгі мамандар жұмысын жоғалтады. Енді бүгінгі тақырыбымыз өте былайша айтқан кезде қазіргі қоғамда өте бір маңызды бір тақырыптың бірі ғой. Ал қазіргі жастарды жанын қинамай, тәнін қинамай, жеңіл жолменен ақша табуға құмарту. Бұл енді ғаламтор заманының бұл негізгі бір, мен ойлаймын, негізгі бір проблемасы шығар. Есіңе түсіріңіз, бұл жерде спортты шұғылданыңыз, басқа да әуесқой нәрселер бар ғой. Аулаңызды тазартыңыз, немесе гүл егуді, ауланы безендіру жұмыстары. Енді лудомания бекер бұл тақырып қозғалып жатқан жоқ. Министрлік тарапынан бекер қаржы бөлініп жатқан жоқ. Демек, мемлекет көңіл аударды ма? Демек, бүгінгі күні проблема бар деген сөз қоғамда. Әрбір 3-ші немесе 5-ші видео реклама. Комитет национальной безопасности бар, прокуратураны бар, бәрімен бірге, енді бірге жұмыс жасайды ғой бәрі. Міне бүгін өшіріледі, сонда балалар жай жүрмейді, жай отырмайды, ұялы телефонда отырмайды. Кешенді зерттеуіміз, талдауымыз практикамен ұштасады, біз нақты көмек көрсетеміз.